Ассалаумалейкум, бүгін біраз башқачарақ бір контент түсірейін жатам YouTube-ға лече. Феврал айындабыз. Бүгін февралдың 17-18 болып қалдық шет. Числоны қараппын. Негізі бірақ числодан көбірек ақсаймын. Числодан көбірек ақсаймын да. Қар бар дегенде қар жауады. Көрініп та көрінбей та білмеймін, бірақша. Андалып қар жауады. Мал қарағаны, таңқы мал қарауға жөнөдім. Мен даярмын дегендей, ботуй даяр, штатив даяр дегендей. Сөз түрде видеоны аяғына чейін көріп, айылдағы жашуаны алыста жүріп сағынғандар болса, видеоны бөлішіп. Жаңағы неме деп қойдық, сағынышты біраз да болса таратып алыңыздар. Телефонды негізі тіке қарап тартқанда жеңіл болады, біраз қапталынан қиын болады екен. Барыңыздарға айыл жерінен ыстық салам. Видеоны дағы бір рет айтам, бөлішкенді жаңа каналға қатталған ұмытпаңыздар. Егер ушундай контент жақсы кеткен болса, бұйырса ушундай контентті көбірек тартам. Егер жоқ, бұл біраз слабый кетті, беркіндей ат қарау, мал бағу, жана башқа ешкі чарбачылығы, жаз келеді үндік чарбачылығы дегендей, бұлар жақсы кеткен болса, анда ошоға көбірек басын жасаймын. Данный момент минус қойды оқшайды, күн суық болып қалды. Негізі мындай қар жауатқанда видео түшіш біраз қиын туғандар. Себебі камераға отырып қар жауып қалады. Түнім не ойлы болғым, ұмытып қалып тұрмын. Жануарлар қайттыңдар, бұл жерде тоқтыр. Нұқыра қырғыз тоқтыр ғой. Бұл атасы дегендей ешкі жауылыш керелі, ешкі жапқанда ұмытып қалыппыз. Яқта менің күчігім қырғыз тайған. Бұйырса бұның жаз келеді жазда. Чөйлерге салабыз дегендейче. Жазда деп қонда, жазда бұл жетілбейді, емде жылы күзді құда қаласа. Данный момент пагада мына ушундай болот. Менин bir күндүк жашоом мына ушул эки аткана деп коет. Кээ бир жерде сарай деп кой, ким билет билбейм. Ушундай эки аткананын ортосунда өтөт көбүнчөсү. Балким TikTok'ума катталгандар болсо, Instagram'га катталгандар болсо билет го дейм. Ушул жерде жумуш кылабыз азыр, нар беричи чыгара тургандарын чыгарабыз, сыртка чөп сала тургандарын салабыз. Болгондо айылда жашоону силерге көргөзүп берем. Айылдагы жашоо. Биринчи келгенде үйдөн биринчи келебиз, могул жактан. Келип эле мына ушул эшиктен баштайбыз. Бул жерде Сарат деген ат бар. TikTok'та бир кыйла хит болгон ат негизичи. Актерский чеберчилиги бар. Тур деген жерде турат дегендейчи. Кыймылдатпай такканга кол барбай атат. Азыр штатты коюп турсам ба, же штатты ойбой эле тартсам ба. Негизи айта турган нерсе, бул видеону көп мындай узагыраак, көбүрөөк кылып тартайын деп кайтара кыска эле бир 5 мүнөттүк кылайынчы деп чечтим. Эгер 5 мүнөттүк кылып көрүүчү просмотр көбүрөөк болсо, анда узагыраак кылып тартканга аракет кылам. Айыл жашоо, жылкылар мында турат. Эми жанакынтип эле болуп кеткен бала эмесмин. Кудайга шүгүр, азмабыз бар дегендейчи мынакей. Ушуларды кароо менен өтөт күнүбүз. Видео тартыш үстүндө өтө көп нерсе жок. Азыр улактар салабыз, буну түндү бөлүп коебуз. Антисе бул улактар өйдө. Ато булар түнү менен энелерин эме берип эзи берет. Ошон үчүн буларды алып коебуз. Эме тургандардын энесин мен муну бөлүп койшум эле, бул эгиз туган. Айылдагы жашоо. Оба. Сен каяка кетип калдың? Эгиз тугандым жака киргизип жүрбөсөм, башкалары эме берет. Ушакта эмзе берсинчи. Күчүктүн ойнобашын. Аккуш. Бу нукура кыргыз ат болсун деп Аккуш деп койгонбуз. Азыртан тоокко акота кылып атат. Тоокко акота. Көрөтасыздар. Аккуш. Аккуш.
Ömürler ötüp da beri konuksunmay konmay karap tursan da Maksatlardın seresine umtulubay Ay yıldızga sermep koldu sunsan da